Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледждің тарих пәнінің мұғалімдері Сырайлова Гүлнар және Көшербаева Ұлтай апайларың. Презентация. Тақырыбы саяси қуғын-сүргін. Тоталитарлық режим. Тоталитарлық режим дегеніміз бұл латын сөзінен алынған қоғамдағы мемлекеттік билік бір топтың, бір партияның қолында шоғырланған, елде демократиялық бостандық пен саяси оппозицияның болуына тыйым салған режим. Мемлекет жеке адамның барлық істерін бақылауға алады. Тоталитарлық режимде тек бір партия билік жүргізеді, басқару қатаң түрде бір орталықтан жүргізіледі, бір идеология ғана жарияланады, еркін пікір айтуға тыйым салынады және ұлтты жойып жіберу саясаты бар. Репрессия күш қолдану мемлекеттің ең негізгі функциясы болып табылады. Репрессия бүтінде жою, басып жаншу мақсатында жүргізілетін жазалау шаралары. 1993 жылы республикада саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Мақсаты отаршылдық салдарын жою, жеке саяси зұлматтан зардап шеккен жандардың құқығын қалпына келтіру, тоталитарлық режимнің акциялары мен актілерін саяси құқық баға беру. Бүгінгі таңда 1921-1954 жылдар аралығындағы 103 мың адам қуғын-сүргінге ұшырап, олардың 25 мыңнан астамы атылған. Елімізде бүгінгі таңда 345 мың заңсыз қудаланған адам ақталды. Олардың ішінде Қазақстанға жер аударылғандар да бар. Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні 1997 жылдан бері 31 мамырда аталып өтіледі. 1937 жылы БКПБ орталық комитетінің Сталин мен айналасындағылардың халық жауларын және олардың құйыршықтарын түп тамырымен жоюдың қажеттілігі жөнінде нұсқауы барлық жерде қолдау тапты. Осы жағдайда Сталин мен оның серіктері оппозициялық орталықта ғана емес, ұлттық республикаларда да біржола талқандауды ұйғарды. 1928 жылдың ортасынан бастап алаш қозғалысына қатысқан зиялылар жаппай тұтқындала бастады. Оларға буржуазияшыл ұлтшылдық деген жалған айып тағылды. Сол жылы 44 алашордашы тұтқындалып, оның ішінде Әділов, Аймауытов, Байділдин ату жазасына кесілді. Қалғандары түрмеге қамалды. Ұлттық зиялылардың екінші тобы 1930 жылдың қыркүйек-қазан айларында тұтқындалып, оның 15-і орталық Ресейге жер аударылды. 1937-38 жылдары репрессияға ұшырағандарға тағылған айып түрлері: халық жауы, отанына опасыздық жасағандар, шпиондар, сатқындар және буржуазияшыл ұлтшыл. Жаза түрлері: жаппай өлім жазасына кесу, түрмеге қамау, тұтас жер аудару, қылмыстық істерді қолдану, адамдардың қадір-қасиеттері мен жанын жаралау. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргіндердің зардаптары. Қазақстан 20 жылдардың екінші жартысы мен 30 жылдардың бірінші жартысында феодализм мен капиталистік қоғамға соқпастан социализмге өту идеясын жүзеге асыру әрекеті жасалды. 30 жылдары Қазақстан жөнінде саясат осындай сынақ мақсатында жүргізілді. Бүгінгі күннің көзқарасы бойынша ол мынандай перспективаларды көздеді: саяси салада қазақ халқының тілі мен тарихын жою, саяси тәуелсіздігін шынайы егемендігінен айырылу, Қазақстанда кіші қазан жоспарын жүзеге асыру. Келесі: әлеуметтік-экономикалық салада Қазақстанды елдің шикізат базасы ретінде дамыту, қазақ халқын отыршылыққа көшіру және ауыл шаруашылығын ұжымдастыру, және ұлтаралық қатынастар саласында ассимиляция саясатын жүзеге асыру есебінен республиканың ұлттық әлеуетін жақсарту. Кеңес үкіметінің Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарының жалпы саны ғалымдардың есептері бойынша 3,5 миллион адамды құрады. Алайда бұл сан нақты емес. Өйткені 20-40 жылдар тұтқындалған мыңдаған адамдардың тағдыры
әлі күнге шейін белгісіз болып отыр. Сонымен жыл сайын 31 мамырда біз саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, сол күнді біз сол кісілерге арнаймыз. Ал, құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.